Таиландта жер сілкінді, магнитудасы 7,7 балл. Ол жақта қазір 4,5 қазақстандық бар. Абырой болғанда зардап шеккен азаматтарымыз туралы ақпарат түспеді. Еліміздің оңтүстігінде де 5 балдық жер асты дүмпулері тіркелді. Ол жайында толығырақ алда айтамыз. Сәлем бердік баршаңызға. Эфирде басты жаңалықтар. Студияда сурда аудармашы Айсылу Баян Динқызы және мен Әселік Барова. Бүгін көретіндеріңіз. Қазақстандықтар үшін Еуропаға виза алу жеңілдейді. Есесіне Еуроодақ елімізді әлемдік тәртіпті қорғауға тартпақ ниетте. Жалпы қазіргі таңда Орта Азия кеңістігі үлкен таңдаудың алдында тұр. Ресейдегі тұрақсыз саясат қазіргі кезде батыс елдердің назарын Орта Азияға аударып жатыр. Елімізде мұнай кен орындары сарқылып жатыр. Тіпті ескілерінде қара алтынды игеру қиындай түскен. Сарапшылар не дейді? Бүткіл Менделеев таблицасы болғанымен бізді қаныш сатпайды бар ма қазіргі таңда? Осыны ертең ұқсатып бере алатын. Ұлытауда 3000-ға жуық киік қырылған. Тау болып үйілген жануар өлексесіне қатысты жауапты министрліктің жауабы қандай? Мигранттар кесірінен елде әлеуметтік шиеленіс туындауы мүмкін. Олардың келіп кетуі қалай реттеледі? Көші-қон ахуалы ішкі істер органдарының бақылауында. Заңды бұзатындарға қатысты қатаң шаралар қолданылады. Қазақстандықтар үшін Еуропаға виза алу жеңілдейді. Есесіне Еуроодақ елімізді әлемдік тәртіпті қорғауға тартпақ ниетте. Сондай Ресейге қарсы жаңа санкциялардың орталық Азияға кері әсері туралы айтылды. Қасым-Жомарт Тоқаев пен Кая Каллас тағы қандай мәселелерді талқылады. Толығырақ Маржан Жұмабайдың бейнематериалында. Ақпанда ғана Ресейге қарсы санкцияларды көбейткен Еуроодақ шектеулердің жаңа пакетін әзірлеп жатыр. Санкциялар күшіне енбей тұрып, Еуропалық комиссияның вице-президенті Орталық Азия елдерін аралауға кірісті. Кая Каллас аймақтағы 5 мемлекетті жанама шектеулерге ілікпес үшін абай болуға шақырды. Еуропалық одақ Ресейдің соғыс машинасын тоқтату үшін 16-шы санкция пакетін енгізді. Қазір 17-ші шектеулер пакетін дайындап жатырмыз. Бұл санкциялардың сіздердің экономикаларыңызға кері әсер ететінін білемін. Ресейлік компаниялардың санкцияларды айналып өту үшін Орталық Азияны пайдалануына жол бермеу керек. Бірақ барлығымыз қақтығысқа нүкте қойғымыз келетіні анық. Алматыдағы келіссөздерде мемлекет басшысы мен Еуропалық комиссияның вице-президенті жаһандық тұрақсыздық туралы да пікір алмасқан. Кая Каллас елімізде ережелерге негізделген әлемдік тәртіпті қорғауға шақырды. Сарапшылар Еуропалық одақпен ынтымақтастықтан экономикалық пайданы арттыру үшін Орталық Азия елдерінің ұстанымы бір болуы керек дейді. Еуропалық одақ пен Орталық Азияның байланысы соңғы 4-5 жылда күрт өзгеріп жатыр. Осыған дейін байланыс Орталық Азия елдерімен жеке-жеке қарастырылатын болса, қазір стратегиялық деңгейге көтерілген. Европа мен Американың арасында байланыс күрделене түскен сайын, Еуропа үшін қазір Орталық Азия ең тиімді аймақ болып отыр. Саяси тұрғыда Еуропалық елдерінің ықпалын арттыру, энергетикалық салада баланс қалыптастырады деп ойлаймын. Еуропалық одақ Транскаспий көлік дәлізін дамытуға қаржы құя бастады. Ірі инфрақұрылымдық жобалар іске асқанда бұл Қытай мен кәрі елдері арасындағы алтын көпірге айналады. Қазір қазақстандықтарға Еуропаға виза алу тәртібін жеңілдету үдерісі басталды. Қазба байлықтары мол өңірге ақш-тың да қызығушылығы арта түсті. Қазіргі таңда Орта Азия кеңістігі үлкен таңдаудың алдында тұр. Ресейдегі тұрақсыз саясат қазіргі кезде батыс елдерінің назарын Орта Азияға аударып жатыр. ақш әрине тікелей өзі емес, НАТО-ның құрамындағы өз одақтасы Түркия елі арқылы Орта Азия елдеріне әсер етуге талпынып жатыр. Қазақстан мемлекетінің тәуелсіз күйде ұзақ өмір сүргендігі батыс елдері үшін қажет. Келер апта Еуропалық одақ пен Орталық Азия елдері арасындағы алғашқы саммит өтеді. Самарқандтағы жиынға аймақтағы 5 елдің мемлекет басшылары мен Еуроодақ, Еурокомиссияның президенттері қатысады. Маржан Жұмабай, Атамекен бизнес. ақш пен Еуропа арасындағы сауда соғысы артып келеді. Еуроодақ Трамп саясатына қарсы қарымта тарифтерді әзірлеп жатыр. Брюссель нақты жауабын алдағы апта жариялауы мүмкін. Еурокомиссия дерегінше қазір олар күні кеше жарияланған көліктік баж салығын сарапқа салып жатыр. Сондай-ақ келер апта қабылданатын ақштың кезекті салықтық тарифтерін де назардан тыс қалдырмайды. Бұған дейін Трамп әкімшілігі Еуроодақтан импортталатын болат пен алюминийге де еселенген алымдар салған.
Сарапшылардың пайымынша, ақш енгізген тарифтерден кәрі құрлық 13,1 миллиард еуро көлемінде шығынға батуы мүмкін. Украина Еуроодақ қолдауынан қағылмайды. Бүгін Парижде өткен кезекті саммитте ұйым мүшелері әскери, қаржылық және энергетикалық көмекті арттыруға келісті. Және де бұл Украинада тұрақтылық пен бейбітшілік орнағанша жалғаса бермек. Арнайы коалиция бас қосқан шараға 31 елдің өкілдері, одан бөлек Еуроодақ пен НАТО мүшелері де қатысты. Жиынға келгендер Украинаны қалпына келтіруді назардан тыс қалдырмайтындарын айтты. Әзірге қолдау ретінде қосымша 17 миллиард еуро әскери көмек, оған қоса 2 миллион артиллериялық оқ дәрі беруге уағдаласты. Украиндық сарбаздарының дайындығына да ден қойылмақ. Елдегі қорғаныс өнеркәсібімен өзара байланысты нығайтуды да көздеп отыр. Бұл бастамалар Украина президенті Владимир Зеленскийдің көңілінен шыққаны сөзсіз. Ол Франция мен Ұлыбританияның көшбасшылық қабілетіне оң баға берді. Жамбыл облысында 5 балдық жер сілкінісі тіркеліп 28 нысанға зақым келді. Біліну дерегі Қос аудандағы 6 ауылға қатысты. Жер дүмпуінен Меркі аудандық ауруханасының қабырғасында жарықшалар пайда болған. Одан өзге Қарағыстақ ауылындағы мәдениет үйіне де ірілі ұсақ сызаттар бар. Құрылған арнайы штаб 4 мектеппен 1 медициналық тіректе біліну дерегін растады. Ал жедел желі арқылы Тұрар Рысқұлов ауданындағы жұрт 11 үйге зақым келген хабарлаған. Бұл үйлердің нақты неден бүлінгенін енді арнайы комиссия зерделемек. Нақтыланған нысандарға қатысты шығынды есептелуі тиіс. Сондай Қос ауданда қауіп күшейген жағдайда 62 эвакуациялық орын белгіленді. Ал Бұқара бір күнде 2 рет тіркелген дүмпуден әбден сескеніп қалған. Әрі алдын ала мобильді хабарламалар болмағанына қапалы. Ешқандай ескерту үш нәрсе былай хабарландыру болмады. Тура үйдің сыртынан тау жақ қой, үй сыртынан кәдімгі бір бульдозер неғылғандай бұрқ етіп кәдімгідей соқты, қатты соқты. Сол кезде уже свет те өшіп қалды. Өзім жоғалтып алдым да ана жерден тұра алмай дірілдеп қалдырдым. Бүгін арнайы штаб 45 елді мекенге зерттеу жүргізген. Сөзінше республикалық маңызы бар жолдар бүлінбеген. Темір жол желісінде де ешқандай зақым жоқ. Қазір Қос ауданда 120 адам талдау ісімен айналысып жатыр. Бұдан өзге 73 техника жұмылдырылған. Бастысы көрші Қырғыз еліндегі Қос су қоймасынан қауіп жоқ дейді әкімдік. Облыстық штаб тұрақты жұмыс істеп тұр. Арнайы телефон құрылғысы жұмыс жасап тұр. Оған қазіргі уақытта 12 хабарлама түсті. Ол жерде негізінен тұрғындардың сұрап жатқаны жер сілкінісі қайталана ма, оған қатысты қандай жұмыстар жасалып жатыр деген сұрақтар. Аса үлкен қауіп жоқ. Қазақстан, Қытай, Ресей және Орталық Азия елдерімен су тасқыны бойынша ақпарат алмасып отыр. Халықаралық келісімдер аясында көрші мемлекеттер мониторинг жүргізіп күнделікті өзгерісті бөліседі. Мәселен, Шанхаймен мұндай келісім 2005 жылдан бар. Ал жаңа жылдан теріс кезегі көршімізбен бірлескен топ жұмысқа кірісті. Қырғыз-өзбек ағайынмен де бұл жолға қойылған. Елдің 13 өңірінде тасқынның алдын алу үшін гидротехникалық құрылыстарды жөндеу бойынша 43 іс-шара жүзеге асырылды. Жоспарға гидротехникалық құрылыстарды жөндеу, каналдарды тазарту және жағалау нығайту жұмыстары кірді. Атырау облысы бойынша бізде 7 аудан бар. Соның негізгі қауіпті аймақтардың да тұрғаның осы біреу Жылой және Қызылға аудандары бойынша. Қазіргі таңда Жылой аудандары бойынша біздер былтыр дайындық жұмыстарын былтырдан бастап кеткен болатынбыз. Тамыз айынан бастап. Қазіргі таңда барлық адамда 24-те жетіп бөлінді, түнгісімен, күндізгісімен. Мін жерде қазіргі таңда төтенше жағдайлар департаментінен 100 адам, қарулы күштерден 150 адам осы жерде қызмет атқарып жатыр. Бұл жерде былай жаңағы техникамен жүрген басқа адамдарды қоспағанның өзінде жүріп жатыр. Елімізде биыл киік саны 6 миллионға жетеді. Экология министрлігі осындай болжам жасап отыр. Ал жылына ақбөкеннің 10-15% әлсіздіктен өліп қалады. Бұл табиғи жағдай дейді мамандар. Қалыпты құбылыс осылай жалғасса, алдағы жылдары 600 мың өлексе сайын далада шашылып жату мүмкін. Биыл жыл басынан бері мамандар 5200 бас өлексе жинап жойған. Кәсіпкерлер болса, киікті туризм құралына айналдырса, табыс пен салық молайып,
азайып, жұмыс орындары да ашылар еді деген ұсыныс айтады. Түрлі ойды таразыға салған әріптесім Гүлнұр Мұратқызы тарқатып айтсын. Бұл бейнежазбада Ұлытау облысы Қаражал қаласы тұрғындары шашылып жатқан киіктердің өлекселерін өз күшімен жинап жүр. Жалпы соңғы 3 айда Ұлытаумен қоса Қарағанды, Қызылорда, Атырау, Батыс Қазақстан облыстарында 5200 киіктің өлексесі жойылған. Жыл сайын ежегодно, естественно, смерть дейміз ғой. 10-16% кейін ал аталықтары үйыққаннан кейін 25-50%-тен өледі. Бұл дегеніміз хайбек жолмен өліп жатқан киіктер ғой. Аңшылардың айтуынша киіктер шөпті тебіндеп жей алмайды. Ал биыл қар қалың түсті, азық жетпей ашыққан олар әлсіздіктен қырылды. Ғалымдар киіктердің саны реттеу керек деп талай мәрте жауапты министрлікке ұсыныс тастаған. В соответствии с заключением науки и международных экспертов мы направим правительство, будет приниматься решение по регулированию. Сейчас сайги уже 4 100 000, и очень много. В этом году, получается, после года планируется, что будет уже около 6 миллионов сайги. Очень много. Биыл киіктің саны 6 миллионға жетсе, соның 10-15% жыл сайын табиғи өлімге ұшырайды делік. Сонда келер жылы кем дегенде 600 мың, тіпті 1,5 миллионға дейін өлексе, ен далада шашылып жатады. Уақытылы жиналмаса қоршаған ортаға келер шығыны көп. Мәселен, Ұлытауда киіктердің өлексесі Кеңгір су қоймасынан табылды. Халық енді ауыз су үшін алаңдаулы. Вот цепочки заражения тех болезней, которые переносит сайгак, они через воду не передаются. Но они могут передаваться другими путями, через водных животных и через водные растения, через грунты. Поэтому самое лучшее и самое правильное, конечно же, провести соответствующие исследования. Ал кәсіпкерлердің айтуынша бүгінде киік, елік аулауға қызығушылық танытатын аңшылар көп. Әсіресе шетелдік туристер арқылы қып-қызыл пайдаға батуға болады. Бұл тәжірибе дамыған елдерде жолға қойылған. Яғни олардың саны реттеумен аңшылар айналысып, туризмге айналдырған. Швецияда 1000 бұлан бар. Соның 100 000-ы жылда реттейді. Атқызады. Сол жерде тұратын тұрғындарға. Сол жаққа туристер келеді. Әрине, өздерінің азаматтарына бағасы төмен, шетелден келгендерге биіктеу болады. Бірақ қолжетім. 100 000 бұланның санын арту үшін 260 000 адам жиналады екен. Ал біздің елдің сайын даласында мыңдаған өлекселерді арнайы мамандар жинап алғанша біраз уақыт қажет. Мал мен жанның қауіпсіздігі үшін тұрғындар өз еркімен барып терсе, жауапкершілікке тартылады. Ең бастысы, бұлай көбейе берсе, егістікті таптап шаруаға зиянын тигізіп қана қоймай, шөп жетпей аштық пен жұқпалы дерттен де миллиондап қырылып қалуы мүмкін. Гүлнұр Мұратқызы, Айман Сағатай, Ғабиден Жоқышев, Атамекен Бизнес. Экология және табиғи ресурстар министрлігі киік санын реттеуді ғылыми ұйымдардың зерттеулеріне сәйкес айқындайды. Зерттеулері биыл басталып, алдағы 3 жыл ішінде жүргізіледі. Содан кейін ғана киікті ату немесе атпау туралы шешім қабылданады дейді министрлік өкілдері. Қазір ведомство бөкендердің санына реттеу жүргізбейді. Әзірге бірқатар заңнамалық өзгеріс жасалып, киіктердің қозғалыс дәліздерін үйлестіру, жайылымдарды басқару, фермерлердің шығындарын субсидиялау, киік миграциясы мен шоғырлануын спутник арқылы бақылау жолға қойылған. Саналы ғылыми жұмыс жүргізу мақсатында бүгінгі күні зоология институтына тапсырыс берілді. Зерттеу жұмыстарынан кейін қорытынды әзірлеп береді бізге. Сол қорытындыға сәйкес министрлік ары қарай шешім қабылдайтын болады. Оны енді айқындап береді. Осылайынан жаңағы көшіру бола ма, басқа кеңейту керек болмаса жаңағы бұрын беріліп кеткен ауыл шаруашылық жерлерін қайтару керек деген сияқты. Жамбыл облысында барымташылар тағы да табын сиырды шетел асырмақ болды. Түн ішінде 63 бас ірі қараны айдаған олар көрші Қырғыз елінде мал сатпақ болған. Әккілер тіпті шекарашылардың киімін киіп күдік туғызбауға тырысқан. Алайда ұрылар ісін шекарашылар бірден әшкереледі. Қолға түскен бірнеше барымташ әзірге 4 түлікті қайдан алғанын айтпай отыр. Ал құзырлылар қылмыстық іс қозғады. Жалпы соңғы айларда Меркі мен Қордай таулары мал ұрлығының мекеніне айналып барады. Өткені соңғы 2 айда мамандар 1000-нан аса сиырды барымташымен бірге ұстаған. Сорақысы оның 123-і субсидиямен алынған. Айта кетейік, қазір өңірде контрабандылық фактімен 10-нан аса күдікті тергеліп жатыр. Осы аймақта ірі қара малды өткізу деректерінің 800 бас ірі қара малды өткізу дерегінің жолы кесілсе, 2025 жылдың есептік кезеңінде бұл көрсеткіш
300 басқа жетіп отыр. Қазақстанға бір жылда тұрақты тұруға 41 мыңнан астам мигрант көшіп келген. Бұл елден кіріп шығатындардан да асып түсті. Мұндай деректі ішкі істер министрлігінің өкілі Аслан Аталықов келтірді. Олардың 90% жұмыс іздеп келеді. Қазір 13 мыңнан астамы мемлекеттік органдардың рұқсатымен еңбек етіп жүр. Статистикаға сүйенсек, басым бөлігі Қытай мен Үндістан халқы. Негізінен Астана, Алматы мен Шымкентте шоғырланып жатыр. Бірақ оң динамика бар екен деп қуануға тым ерте дейді сарапшылар. Себебі қазір жағдай тұрақты болғанымен, алдағы бірнеше жылда сырттан келген мигранттар мен жергілікті халық арасында әлеуметтік шиеленіс туындауы мүмкін. Бұл елдегі миграциялық талаптардың әлі де әлсіз екенін көрсетеді дейді. Көші-қон ахуалы ішкі істер органдарының бақылауында. Заңды бұзатындарға қатысты қатаң шаралар қолданылады. Өткен жылы әкімшілік жауапкершілікке 468 мың шетелдік тартылды. 37 мыңы елден шығарылды. Енді олар елімізге 5 жылға кіре алмайды. Шетелдік жұмыс күшін заңсыз тартқан үшін 3800 жұмыс берушіге 335 миллион теңгеге айыппұл салынды. Алматы еліміздегі ең ірі мегаполис қана емес, есірткі саудасының да күре тамыры саналады. Былтырғы жылдың өзінде алып шаһарда 58 келіден астам есірткі заттары тәркіленіп, контрабанданың 57 әрекетіне тосқауыл қойылған. Сонымен қатар бір жасырын зертхананың жұмысы тоқтатылған. Бұл туралы экономикалық тергеу департаментінің мамандары мәлімдеді. Ең маңыздысы Алатау бөктеріндегі қалаға жол тартқан есірткі сәлемдемелері Алматы әуежайы арқылы өтеді екен. Всем известно, что Алматинский аэропорт является крупнейшим авиахабом в Центральной Азии, что большинство грузов проходит через него. В том числе пытаются, конечно, доставить различные наркотические средства из-за рубежа. В прошлом году за контрабанду наркотиков через почтовые переводы осуждено порядка 10 лиц на срок от 8 до 17 лет лишения свободы. Мамандардың айтуынша Алматы әуежайында тәркіленген есірткілер негізінен ақш пен Еуропа елдерінен жөнелтіледі екен. Биылғы жылдың өзінде есірткіні шекара арқылы заңсыз тасымалдаудың 11 фактісі тіркелген. Шығыс Қазақстан облысында Зайсан мен Қатон-Қарағай аудандарындағы әуежайлардың құрылысы басталды. Көлік министрінің айтуынша, жаңа нысандар халықаралық әуежай саналып, өңірдегі көлік қатынасын жақсартып, ішкі туризмді дамытуға үлес қосады. Құрылыс биыл аяқталып, жыл соңына қарай ұшақтар қабылдай бастайды. Нәтижесінде бұл аймақтардың әлеуетін арттырып, туристерге жағдай жасалмақ. Әуежайлардың ұшу-қону алаңы 2200 метр. Жолаушылар аталған әуежайлардан Өскеменге ғана емес, Астана және Алматы қалаларына да ұша алады. Сонымен қатар қазір Қытай Халық Республикасының Үрімші, Қанас, Алтай қалаларынан ұшақ қабылдау мәселелері талқыланып жатыр. Сондай облыстағы құрылысы аяқталмай тұрған Қалбатау, Майғапшағай секілді 2100 шақырым жолдың құрылысы да биыл жөнделеді. Қалбатау Майғапшағай жолы биыл аяқталады. Оған қоса жөндеумен осы Өскеменнен Шиманайхаға, Ридерға және Қатон-Қарағайға жолды толығымен жөндеуден өткіземіз. Одан соң Теректі мен Оран Қайқан арасында жолды жөндеуден өткіземіз. Тағы да Марқакөлге баратын 60 шақырым жолды республикалық меншікке алып, онда толығымен жөндеп беретін боламыз. Бұлайша айтқанда, әуежай тамамдалады. Әуежай толығымен құрылысын әуежайдың келесі жылға дайын болады. Шымкенттік 78% тіршілік нәрімен қамтып отырған мекемені мемлекет меншігіне қайтару туралы сот шешімі шықты. Былтыр басталған талас тартысқа нүкте қойған қалалық мамандандырылған экономикалық соты стратегиялық нысанды жекешелендіру кезінде бір қатар заң бұзушылықты анықтаған. Атап айтқанда кезінде ел үшін маңызы жоғары нысандарды бірыңғай кешеннен бөлуге тыйым салынғанына қарамастан меншік құқығы өзгерген. Осыны алға тартқан сот су ресурстары маркетинг жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне қарасты 4 су жинақтау орны мен автокөлік цехын мемлекетке қайтару туралы шешім шығарған. Ал бұған дейін осы нысандарға қатысты жасалған келісім шарттар жарамсыз деп табылып, күшін жойды. Айта кетелігі, су тарату мекемесі қазір банкке 12 миллиард теңге қарыз. Сол үшін мүліктерінің 54% кепілдікке қойылған. Қала әкімдігінің өкілдері бұл шығындар бұрынғыша тұтынушылардың есебінен өтелетінін мәлімдеп отыр. Бюджетке қосымша жүктеме
кредитті жабу бойынша салмақ түспейді. Осы тарифтің ішінде тарифтен түскен ақшаменен жабылатын болады. Бұл біріншіден. Екіншіден, мемлекеттік меншікке өткеннен кейін осы объектілердің барлығы тарифтің төмендеуі бойынша жұмыс жасайтын боламыз. Айтып өту керек, су тарату нысанын мемлекет меншігіне қайтару ісін қалалық мәслихат депутаттары былтыр көтерген болатын. Сол бастаманы қолдағандар арнайы петиция жариялап, оған 10 мыңнан астам адам қол қойған. Артынша су ресурстар маркетингі серіктестігін жақтаушыларды әкімдіктің әрекетіне қарсылық танытып петиция жариялап 12 мың қол жинаған. Тараптар келісімге келе алмағасын іс сотқа жеткен еді. Әзірге әкімдіктің бәсі басым. Ал жеңілген тарап әлі сот шешімін алмағанын алға тартып пікір білдіруден бас тартты. Елімізде мұнай кен орындары сарқылып жатыр. Тіпті ескілерінде қара алтынды игеру қиындай түскен. Энергетика министрлігінің мәліметінше бұрынғы орындардан шығатын мұнайға көп мөлшерде су араласады. Әрі басым бөлігі тұтқырлы және төмен өткізгішке ие карбонатты қоймаларда орналасқан. Сондықтан жаңа кен орындары қажет. Ол үшін жер қойнауы туралы кодекске түзету енгізіп, геологиялық барлау жұмыстарына жылдам көшу керек дейді ведомство өкілдері. Сарапшылардың пікірінше бізде мұнай қорының тек 5-тен 1 ғана игеріледі. Қалғаны зерттелмеген күй жатыр. Сондықтан қара алтынды жерге көтеретін технология кеп тың әдіске көшу маңызды. Инвесторлардың өзі соңғы 15 жылда бір фейк жаңалық мұнайдың дәуірі бітті. Енді қазіргі таңда жасыл энергия мұнайды жеңеді деген әңгіменің арқасында инвесторлар тіпті мұнай қорына ақша салуды тоқтатып кетті. Қазіргі таңда енді зардабын шегіп жатыр. Бүткіл Менделеев таблицасы болғанмен бізді қаншатпайды бар ма қазіргі таңда? Осыны ертең ұқсатып бере алатын. Соңғы жылдары игеріліп жатқан жаңа кен орындары жоқ емес, бар, бірақ тым аз, 15%. Мәселен, былтыр 88 миллион тонна мұнай өндірсек, соның тек 13 миллионы жаңа кен орындарынан алынған. Өткен жылы жалпы 28 жерден қара алтын игеру бастамалары көтерілген. Сонымен қатар 8 алаңда алғашқы сынақ өткізу көзделген. Қазақстанда жасанды интеллектіні қарқынды дамыту қолға алынып жатыр. Ал депутаттар болса, жаңа технологияны енді жемқорлармен күреске пайдаланбақ. Жасанды интеллектке еліміздің заңдарын жете үйрету мақсаты тұр. Осылайша, Қазақстан жасанды интеллект шешімдерінің экспортын 2029 жылға дейін 5 миллиард долларға ұлғайтуды көздейді. Өйткені бұл бизнеске жаңа мүмкіндік ашады. Сондай Қазақстанда алдағы 5 жылда 1 миллион адамды жасанды интеллект технологиясына оқыту жоспары тұр. Сегодняшняя законодательная база, она не машиночитаемая. То есть у нас на сегодня нет ни одного закона в машиночитаемом виде. И говорить о том, что искусственный интеллект сейчас быстренько проанализирует там всю нашу законодательную базу и выдаст там объективное или оптимальное решение, ну, рано, как минимум, наверное, с периодом лет 5, потому что нам для начала нужно переподготовить закон. Өскемендегі кейбір мектептердегі оқушылар сабағы таңғы сағат 7:30-дан басталады. Бірақ қалалық білім бөлімдегілер кейбір мекемелердегі жұмыс кестесінің өзгеруіне байланысты сабақ уақытын жарты сағатқа жылжыту бойынша әзірге сауалнама жүргізіп жатқанын айтады. Нақты шешім ата-аналар келісімімен ай соңында қабылданбақ. Дегенмен қарсы болған пікіріміз ескерілмеді деген азаматтар күрт көбейді. Тараптардың пікірін әріптесім Жанболат Санияз тыңдап келді. Ата-аналарды дүрліктірген бұл әңгіме бірнеше күн бұрын басталды. Бақсақ, қаладағы мектептердің басшылығы әрбір сыныптағы оқушылардың ата-аналарының арасында сауалнама жүргізген. Мақсат баласының сабағы 7:30-да басталғанына қарсы не қарсы еместігін білу. Тұрғындардың сөзіне сенсек, көпшілік бұл ұсыныспен келіспейді. Бізге мұғалім жіберді, осыдан 3 күн бұрын. Біз 8 деп қойғанбыз бәріміз негізі. Бірақ кеше бізге жіберілді. 35-ші мектеп мына жердегі. Сағат 7:30-дан басталады деп. Соны біз ата-аналар бірақ қарсы шықтық. Алыста тұратындар бар не. Біз негізі қарсымыз. Ата-ананың келісімін олар нетіп тұрған жоқ. Санасып тұрған жоқ мнениемен. Ал қалалық білім бөліміндегілер жайбырақат. Ол жақта оқушылар мен олардың әке-шешелерінің алабұртқан көңіл күйі сезілмейді. Тек нақты нәтиже әлі шыққан жоқ деп қысқа қайырды. Сауалнама жүргізілу үстінде, бірақ осы сауалнама нәтижелері әлі соңына дейін жүргізілген жоқ. Сондықтан ол бойынша да нақты мәліметтер біздің қолымызда әлі жоқ.
Шешімді әр мектеп өзі қабылдайды. Әрине 35-ші мектептегідей емес. Ата-аналардың келісімі ескерілуі шарт. Тұрғындардың алдын ала шарқ құрып жүргені де сондықтан. Қиын балаларға өздері, например, даже 6-тан кете бала тұрса, 6:30-да тұрған өзінде, ол тәртен бәрібір бір шайын ішу керек. Одан кейін жиналған екен, сол уақытта барғанда ерте балаларға психологиядарына енді әсер етеді ғой оның бәрі. Білім бөлімінің қызметкерлері бұл өзгеріс балабақшаларға қатысы жоқ деп сендірді. Ал сабақ уақытына қатысты сауалнама қорытындысы наурыздың 31 күні белгілі болмақ. Ел шығысынан Жанболат Санияз, Атамекен бизнес телеарнасы. Квота саны 5-тен 3%-ға дейін қысқарады. Салалық министрлік осылайша ауыл квотасының мөлшерін азайтпақ. Өзгеріс үкімет айқындаған өңірлерге қоныс аударған жастар арасында жүзеге асады. Бұл бұрында серпін бағдарламасы деп аталған. Ал толық емес отбасынан шыққан балалар үшін квота керісінше 1-ден 3%-ға дейін ұлғаяды. Аталған мүмкіндік ата-анасының ажырасқанына 3 жыл толған талапкерлер үшін беріліп отыр. Жалпы квотаға қатысты түзетулер ашық үкімет порталына жарияланды. Әзірге заңды күшіне енген жоқ. Жыл сайын ол квота бойынша бөлінетін гранттардың 37-40% ғана игеріледі. Қалған жартысынан астам гранттар игерілмей қалып жатыр. Енді министрліктің бұл гранттарды қысқарту себебі осы шығар деп ойлаймын. Әділетсіздікті көрсетеді. Квоталардың көп бөлінуі соншалықты. Себебі бір талапкер бірнеше квотаға қатысуы мүмкін, ал бір талапкер мүлдем ешқандай квотасы жоқ, тек қана жалпы конкурспен ғана қатысуы мүмкін. Павлодарда мүгедек балаларға арналған оңалту орталығының басшысына қатысты тергеу басталды. Ол ұзақ жылдар бойы ата-аналардан заңсыз ақша алып келді деген күдікке ілінді. Прокуратура шығын көлемін 7,6 миллион теңгеге бағалап отыр. Ал баласын сол мекемеде оңалтып жүрген ата-аналардың қаупі одан әрі күшейді. Өйткені осыдан бірер апта бұрын ғана орталықтың жөндеуге жабылуына қарсы болған тұрғындардың уәжін арнамызда көрсеткен болатынбыз. Енді олар оңалту орны мүлдем тарап кетеді деп алаңдап отыр. Павлодарда 90-ға жуық мүгедек бала емделетін Самал оңалту орталығы тағы да даудың астында қалды. Жуырда жергілікті әкімдік орталықтың 30 жылдай паналап келген ғимараты арнайы қызмет көрсету талаптарына сай емес деп жабуды ұйғарған. Енді басшысына қатысты құзырлы орган тергеу ашыпты. Установлено, что руководитель центра, заключая мнимые договора, на основании которых услугополучатели на протяжении длительного времени оплачивали центру предусмотренные за счет бюджетных средств услуги. На сегодняшний день законным представителям несовершеннолетних в совокупности нанесен ущерб на общую сумму 7,6 миллионов тенге. Мүгедек балаларға арналған оңалту орталығы мемлекеттік сатып алу аясында қызмет атқарады. Яғни жарым жандарға жасалатын ем-дом мен ас-судың бәрі мемлекет есебінен. Алайда орталық басшылығы ата-аналарға ұзақ жылдар бойы қосымша қаржы төлетіп келген. 9 мың, сосын 10 мыңнан. Жаңа жылдың алдында 35 мың сұрады. Төлеңдер деп. Сосын ата-аналар соцзащитаға барып, соцзащита айтты, төлемеу керексіз вообще. Мен балам үшін 5 жылда, почти 5 жылда 550 мың төледім. Лицензиясы жоқ деп, онсыз да жабылудың азақ алдында тұрған оңалту орталығы басшысы қылмыстық жауапкершілікке тартылған соң мүлде таратылып кетпей ме? Қам көңілі ата-аналарды да осы сұрақ мазалайды. Ол кісі кете ме, кетпей ме, ол кісі бола ма, болмай, басқа кісі болғанда, бірақ та Самалдың ішінен енді кісілер бар ғой, 60 адамдай жұмыс істейді. Оның орынбасардары бар, методистері бар. Ол кісілермен тоже біз кездескенбіз. То есть ол мәселе енді бір адам бола ма, 2 адам кетсе де, ол бәрібір де сол Самал енді болуға тиісті. 1995 жылы ашылған Павлодардағы мүгедек балаларға арналған оңалту орталығының меншік ғимараты жоқ. Осы уақытқа дейін әкімдіктің қарамағындағы бұрынғы балабақшаны жалдап келген. Жаңа заң бойынша нысан арнайы қызмет көрсету талаптарына сай емес. Сол себепті билік оны күрделі жөндеуге жабатын болды. Ал мүгедек балалар басқа орталықтарға орналастырылады. Әйтсе де жөндеуден кейін мекеменің бұрынғыша жұмыс істеп кететінін ешкім дөп басып айта алмайды. Есенбек Санатұлы, Қайрат Алпысбаев, Атамекен бизнес, Павлодардан.
Қазақстан Халқы Ассамблеясы этносаралық қатынастар мониторингін жүргізе бастады. Яғни ұйымның ғылыми сарапшылық кеңес мамандары 90 өңірлерді аралап, респонденттер арасында сауалнама жүргізеді. Соның нәтижесінде қазақтардың өзге этностармен қарым-қатынас деңгейін анықтайды. Қолданбалы этносаяси зерттеулер институты басшысының орынбасарының айтуынша, сауалнама нәтижелері 75-85%-ға өзгеріп тұратын көрінеді. Оған елдегі әлеуметтік экономикалық саяси өзгерістер әсер ететін көрінеді. Біз айта алмаймыз, міне біздің келісіміміз бар, және ол ешқашанда мызғымайды, немесе ол қатып қалған бір жағдай деп жоқ. Жағдай өзгеріп жатады. Қазір ұрпақ өзгерді, жаңа ұрпақ дүниеге келді. Біз виртуалды әлемде өмір сүріп келе жатырмыз. Біздің геосаяси ахуалымыз өзгеріп жатады. Сондықтан осының бәрін ескере отырып, ассамблея жан-жақты жұмыс жасап келе жатыр. Биыл Қазақстан Халқы Ассамблеясының құрылғанына 30 жыл. Атаулы датаға сәйкес президент жанындағы кеңесші органның жастар қанаты 8 сәуір күні ұйымның эмблемасы мен мерейтойға арнайы жасалған туын ғарышқа ұшырмақ. Тимур Жұмырбаевтың айтуынша, бұл ассамблеяға мүше жастардың ел дамуына қосып жатқан үлесінің көрсеткіші мен ауқымын білдіреді. Құрметті көрермен, Атамекен бизнес арнасының әлеуметтік желілердегі аккаунттарына жазылып, маңызды жаңалықтардан хабардар болып жүріңіздер. Амандықта жүздесейік.